Сәлеметсіздер ме? 18-ші жалпы білім беретін мектебінің 7-ші Б сынып оқушысымын. Манап Байзере Асылжанқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Ақтау бренді қолқағаз. Жаз айында қорғалжында балапан өргізетін қолқағазды қазақ ежелден қолқағаз дейді. Халықаралық терминдегі аты латыны флама, яғни от дегенді білдіреді. Құсты отқа теңеу әлбетте түсіне қарай. Қолқағаз неге назарынан тыс қалды? Біріншіден, бұл жыл құсы жыл 12 ай көрінбейді. Мәселен, басқа құстарда жыл құсы, бірақ бұлар жаз бойы кез келген өзендерге, көлдерге келе береді. Ал қолқағаз тек Қазақстанның тек бірнеше көліне келеді. Екіншіден, қолқағаз өте сақ құс, ешқашан ешкімді жанына жақындатпайды. Алексей Кошкин айтуынша, қаншама рет қолқағазды зерттегенде 300 метрден жақын келе алмаған. Зерттеу жұмысының мақсаты қолқағаздарды қорғау және мекен ететін ортасын сақтай отырып туристік объектке айналдыру. Қолқағаз қырлы түсті құстар тобын атырады. Қолқағаз дүние жүзіндегі бойы ең биік және аяқтары мен мойны ұзын құстар. Дене бітімі жұмыр, тұрқы ірі әрі жабайы қаздарға ұқсас. Сондықтан қолқағазды халық арасында қызылқаз деп те атайды. Қораздары мекендерінен ірілеу, бойының биіктігі 91-120 сантиметрдей. Қораздарының салмағы 4-5 килограмм, ал мекендерінікі 3 килограммдай. Қанаттарының ұзындығы 35-49 сантиметр. Ересек қолқағаздарының қауырсындарының түсі ақ, қызғылт, ұштары қара, ұзындығы 11-16 сантиметр. Тұмсықтарының екі жақ жиегіндегі тілімденген тісшелері қоректенген кезде сүзгіштік қызмет атқарады. Қолқағаз топтанып тіршілік етеді. Тұмсығы орта тұсынан бірден төмен қарап иіледі де қоқиып тұратындықтан қолқағаз деп аталған. Мойнын пішіні латынның С әріпі тәрізді. Жіліншігі сирағының 3 еседей ұзын. Саусақтарының арасы терілі жүзу жарғағымен байланысқан. Негізінен тропиктік және субтропиктік аймақтарда тіршілік етеді. 4 тұқымдасқа бірігетін 3 туысы 6 түрі бар. Орталық және оңтүстік Америкада, Африкада, Евразияда көптеп кездеседі. Қолқағаздардың кей түрлері қоныс ауыстырмай бір орында тіршілік етеді. Қазақстанда теңіз, шалқар теңіз көлдері мен Каспий теңізінің солтүстік шығыс жағалауында асау балық, қоқа, есей, қорғалжын, сұлтангелді, үлкен және кіші қаракөл тағы басқа су айдарында қызғылт қолқағаз кездеседі. Жұптарын жазбай таяз су жағалауына сазбалшықтан, құмнан және су өсімдіктерінің қалдықтарынан араластырып ұя салады. Ұясына бір кейде 2 жұмыртқа салып, оны қоразы мен мекені кезектесіп басады. 30-32 күннен кейін балапандары ұядан шығып, балапандары тез өседі. Жақсы жүзіп сөйлей де алады. Қолқағаздар жыл құсы. Қазақстанға наурыз-сәуір айларында ұшып келіп, қазан-қарашада Иран, Ауғанстан, Пәкістан аумағына қоныс аударады. Қолқағаздар шаян тәрізділермен, ұлулармен, жәндіктердің дернәсілдерімен, балдырлардың және су өсімдіктерінің тұқымдарымен қоректенеді. Олардың тіршілігі үшін суы таяз әрі түсті су айдындары өте қолайлы. Саны жылдан жылға азайып барады. Қазақстанда қолқағазды қорғау мақсатында қорғаушы қорығы ұйымдастырылған. Қолқағазды атуға тыйым салынған. Халықаралық табиғат қорғау одағының және Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Қолқағаздардың түрлері. Қолқағаздардың 6 түрі белгілі. Олар үлкен қолқағаздар, кіші, чилілі қолқағаздар, Джеймс қолқағазы, ант қолқағаздары және америкалық қолқағаздар. Биіктігі 1-5 метрге дейін жететін үлкен қолқағаз осы тұқымдастың ішіндегі ең үлкен болса, кіші қолқағаз ең кішкентайы болып табылады. Қолқағаздың түсі неге қызғылт? Қолқағаздар тумысынан қызғылт болып туылмайды. Қолқағаздардың қызғылт түске енуін ғалымдар көп уақыттан бері күн сәулесінің әсерінен деп
топшылап келді. Шын мәнінде қылқаздың қызыл түске боялуының сыры оның қоректенуіне байланысты екен. Каротиноидтар сәбізге қызғылт сары түс береді, немесе піскен қызанақты қызылға айналдырады. Олар сондай-ақ тұзды асшаяндарда жейтін микроскопиялық балдырларда кездеседі. Қоққаз балдырлар мен тұзды асшаяндарды жеген кезде оның денесі пигменттерді метаболизмдерді қауырсындары қызғылт түске айналады. Құстың ас қорыту жүйесі құрамында каротиноид бар тағамнан пигментті бөліп алады және ол майларда ериді. Майлар өскен сайын жаңа қауырсындарға жиналады, ал қоққаз баласының түсі баяу қызғылт түске айналады. Қоққаз өскен сайын және өздігінен тамақтануды үйренген сайын қызыл түске боялады. Фламинголар туылған кезде ақшыл сұр болады, олар жетілген кезде қызғылт болады деп қосады Химсон. Қоққаздар қызғылт болып туылмайды, олар сұр немесе ақ түсті және өмірінің алғашқы 2 жылында қызғылт түске айналады. Қаракөл қоққаздар мекені. Мониторингтік мәліметтер бойынша Каспийдің солтүстік-шығыс жағалаулары арқылы 5 миллионға дейін үйрек, 500 мыңға дейін қаз, 100 мыңға дейін аққу, 35 мыңға дейін қоққаз және 2 миллионға дейін қасқалдақ ұшып өтеді екен. Ақтаудан 10 шақырым жерде жасанды көл бар. Бір кездері таяз болған толған 50 жылдан кейін мол жем шөпті қорға айналды. Қаракөл көптеген құстарға жылы жаққа ұшарда келерде мекен ететін жайлы жер. Олардың ішінде қызыл кітапқа енген құс түрлері де бар, ал көлдің өзі Қарақия Қаракөл мемлекеттік зоологиялық қорығына енгізілген және ерекше қорғалатын аймақ мәртебесіне ие болған. Мұнда өте бай авифауна бар. Кейбіреулер қаракөлді құстарға арналған қонақ үйге теңеп жатады. Мұнда сыбырлақ, аққу, сұқызғын, әупілдек, құтан, үйрек, шағала, балшықшы және басқа да құстар тіршілік етеді. Бүкіл әлемді тамсандырған Қаракөлдегі қызғылт қоққаздар түсірілген видеоны жергілікті тұрғын Азамат Сәрсенбаев өзінің Facebook парақшасында жариялаған. Видео бүкіл әлемге тарады. Мамандардың айтуынша бұл құстардың саны азайып келеді, бірақ әлі жойылып кету қаупі жоқ. Сондай-ақ жыл сайын Каспий теңізінің жағалауына аққулар топ-тобымен ұшып келеді. Бұл сұлу құстардың алғашқы аялдамасы Қаракөл. Көл зоологиялық қорықтың бөлігі болғандықтан оның аумағында аң аулауға қатаң тыйым салынады және экскурсияға да арнайы ережелер қарастырылған. Алайда шектеулерге қарамастан браконьерлік, мал жаю, қорықта тұрақты бақылаудың болмауы сияқты мәселелер туындайды. Жергілікті билік және кәсіпорындар көлді сақтау үшін табиғатқа қамқорлықты насихаттау, сенбіліктер мен экологиялық турлар ұйымдастыру сияқты шаралар өткізеді. Қаракөлге аялдаған қоққазды көру үшін күнде 20-25 адам келеді екен. Ескере кететін жай, қоққаздар өте сақ құс. Ешқашан ешкімді жанына жақындатпайды. Сондықтан оған көз түйсіндіру қиын. Сұлулықты көрем деген туристерге Қаракөлге жағдай жасалмаған. Көп жағдайда топырлаған адам даусынан қоққаздардың ұшып орнап тұрақтай алмай ұшып жүргенін көреміз. Енді туристер үшін де қоққаздың тыныштығы үшін де сол аймаққа туристік бақылау айлағын салуды ұсынар едім. Енді оның құрылысы төмендегідей болады. Туристік бақылау аймағы қоққаз мекенінен 150-200 метр алшақтыққа орналасу керек және қоққаздарды көруге арналған арнайы дүрбілерді орналастыру керек. Қаракөл қоққаздар паркі. Қаракөл көлін әлемдік деңгейдегі паркке айналдыру керек. Осы арқылы Қаракөлге келіп қонатын қызыл кітапқа енген құстардың санының тұрақтылығын сақтауға мүмкіндік мол. Бірақ қазіргі кездегі экологиялық ахуалға байланысты фламинго саны азайып бара жатыр. Оның себебі Қаракөл көлінің тартылуы. Жел жылдамдығының артуына байланысты Қаракөл көліне топырақ пен құмның түсуі жоғары деңгейде.
Осы орайда көлдің орналасқан аумағына алдымен тексерулі отырғызу жұмыстарын жүргізу керек. Сонымен қатар фламинго құсына арнап фестиваль ұйымдастырылу керек. Келушілер құсты жақын танып қана қоймай, оның өмір салтымен танысады. Сонымен қатар келушілер әртүрлі іс-шараларға қатыса алады. Келушілерге ұсынылатын мүмкіндіктер: фламингоға арналып салынған аймақта оларды жақыннан тамашалау, фламинго балапандарын бақылау және оларды өсірудің тәсілдерін үйрену, ветеринарлармен кеңесе отырып, фламингоның ерекшеліктерімен мінез-құлықтарын және қоректенуін зерттеу. Фестивальдің және паркке келушілердің түскен қаражатты фламинго құсын өсіруге жұмсау. Осы кезекте фламинго құсының ерекшелігі жылына тек қана бір жұмыртқа басуы. Сонымен қатар фламинго құсының қауырсындарының түсі қызыл болуы оның қоректенуіне байланысты. Осыған байланысты паркте фламингомен қатар тұзды ашаяндар мен балдырларында өсіру ұсынады. Қорытындылай келе, мен бұл таңғажайып құстардың көктем мезгілінде еліміздің Сарыарқа өңіріндегі теңіз және Қорғалжын көлдеріне келіп өмір сүретінін, бақа-шаяндармен қоректенетінін және де үстінің қызғылтығын тамақтануына байланысты екенін білдім. Біздің ата-бабаларымыз осы таңғажайып құстың бар екенін біліп, оны көкқаз деп атаған. Ата-бабаларымыз көкқаз туралы мақалалар шығарып, елімізде қандай табиғатқа әкелетін көрікті бейнесін бейнелеп, және сол ғажайып құстың жер бетінде мүлдем жоқ болып кетпеуінің алдын ала шаралар қолданып, қызыл кітабымызға енгізді. Еліміздің халқы олар жұмыртқалағанда мазасын алмауға және де ары қарай тұқымын көбейтуге атсалысты. Ұсыныс: көкқазды басқа жақтарында толыққанды зерттеп, біздің елімізде арнайы тұқымдарын көбейтетін орталық ашылғанын қалаймын. Көкқаздар туралы мағлұматтар, кітапшалар шығарылып, көпшілікке ұсынылғанын қалаймын. Көкқаздарды көруге арналған арнайы бақылау аймағын жасағанын қалаймын. Назарларыңызға рахмет.